Сәлеметсіздер ме? Сіздерге кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жоба шеңберінде кәсіпкерлік мақсатта алынған несиелерге кепілдік беру, гарантия алу бойынша түсіндіретін боламын. Бұл гарантияны сіздерге даму қоры арқылы ала аласыздар. Басты талаптары: бағдарламаға қатысушылар сіздер осы банк, РБК банк, мына жерде өздеріңіз көріп отырғандай Форте банк, Экоцентр банк, БТБ, Центр кредит, Евразия, Халық банкі, Нұрбанк, Сбербанк, Зират банк, Жусан банк және тағы басқа да осы банктер арқылы несие алсаңыз, егер сіздің кепіл мүлкіңіз жетпей жатса, сіз осы даму қорының кепілін пайдалансаңыз болады. Шарттарын түсіндіріп өтсем: микро және шағын кәсіпкерлікті қолдау бағыты бойынша кепілдік беру шарттары. Қатысушылар шағын, оның ішінде микро кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. Бұл жерде салалық шектеулерсіз, сауда саласын қоспағанда, инвестициялық мақсатқа 20 миллион теңгеге дейін, айналым қаражатына 5 миллион теңгеден аспайды. Кепілдік сомасы 85%-на дейін болады. Сіз мысалы 1 миллион теңге алатын болсаңыз, мысал келтірсем, оның 850 мың кепілін даму қоры сіздерге кепіл береді. Сіз 150 мың теңгеге лайықты кепіл мүлкіңізді қойып, несиеңізді рәсімдеп ала алсаңыз болады. Бұл жерде базалық сыйақы мөлшерлемесі 7%-дан аспайды. Келесі, кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба аясында кәсіпкерлер индустриялық инновациялық қызмет субъектілерін қолдау бағыты бойынша кепілдік беру шарттарын түсіндірсем. Бұл жерде екіге бөліп қарастырамыз. Біріншісі, ісін жаңадан бастаған кәсіпкерлерге кепілдік. Бұл несие сомасының 85%-на дейін. Несиенің максималды сомасы 360 мың теңгені құрайды. Екінші бағыты, бизнесі бұрыннан бар кәсіпкерлер үшін кепілдіктер. Бұл несие сомасының 50%-на дейін кепілдік алуға болады. Максималды сома 1 миллиард теңгеге дейін. Саласы елді мекендердегі, оның ішінде моно және шағын қалалардағы, ауылдық елді мекендердегі жобалар үшін салалық шектеулерсіз беріледі. Ал екінші, республикалық маңызы бар қалалар, облыс орталықтарындағы жобалар үшін экономиканың басым секторлары бойынша берілетін болады. Өздеріңіз көріп отырғандай, елді мекендерде жеңілдік көбірек, ал республикалық маңызы бар үлкен мегаполистерде, облыстарда өз экономиканың басым секторларындағы кәсіп түріне ғана беретін болады. Несиенің мақсаты инвестициялық мақсат, яғни негізгі құралдарды сатып алу. Екінші, айналым қаражатын толтыру. Үшінші, жоба аясында 100% айналым қаражатын толықтыруға арналған 500 миллион теңгеге дейін аспайтын несиеге немесе лизинг шарттарына қызмет көрсету бойынша қолда бар төлемдерді өтеудегі есеп айырысуды және өтініш берушінің негізгі қызметі жүзеге асыруына емес өзге де мақсаттарды қоспағандағы несие, яғни 500 миллион теңгеден аспайды. Төртінші, қайта қаржыландыру. Несие мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің белгіленген және 5%-дан аспайтын ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесі негізінде болады. Ең ұзақ кепілдік мерзімі, яғни несие мерзімінен аспайды. Сіз 7 жылға алсаңыз, кепілдігіңіз 7 жылға жарайды, 5 жылға алсаңыз, 5 жылға кепілдігіңізді өтеп беретін болады. Несие сомасына сай кепілдік ұсыну. Яғни сіз ісіңізді жаңадан бастаған кәсіпкер болсаңыз, 15% кепіліңізді өзіңіз ұсынасыз, ал жұмыс жасап тұрған кәсіпкер болса, 50% кепіліңізді ұсынатын боласыз. Сонымен қатар 180 миллион теңгеден асатын несиелер бойынша жобаға өз қаржысын салу бойынша, яғни сіз 180 миллион теңгеден жоғары сомада несие рәсімдейтін болсаңыз, жобаны жүзеге асырудағы жалпы құнының 10%-нан кем емес меншікті қаражатыңызды ақшалай, жылжымалы мүлк ретінде немесе үшінші бір тұлғаның мүлкін көрсетсеңіз болады. Қаралу мерзімі 500 миллион теңгеге дейінгі несиелер бойынша кепіл 5 жұмыс күнінде қарастырылады, ал 500 миллион теңгеден жоғары несиелер бойынша
10 жұмыс күнінде қаралатын болады. Сіздерге ақпарат пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қойсаңыздар, мен үшін өте пайдалы болар еді. Себебі менің каналымнан сіздер өте пайдалы ақпараттар көре аласыздар. Салық бойынша, дара кәсіпкерлікті ашу, жабу, бизнесті жүргізу, тағы басқа да пайдалы ақпараттарды көруге қол жеткізетін боласыздар.